ben girdim. Балам, қолыңды тазалап жуа қой. Сабында қандай пайдасы бар? Балам, сабынның пайдасы өте көп. Ол біздің қолымыздағы вирустарды өлтіреді. Біз сырттан келген кезде немесе сыртта жұмыс жасаған кезде сабынды пайдалану керекпіз. Қолымызды дұрыстап жуу керекпіз. Жарайды ма, балам? Сабын неден жасалады? Балам, сабынның түрлері өте көп. Оның сұйық түрі болады, кір жуатын түрлері болады және қол жуатын түрлері болады. Сабынның жасалу жолы саған қызықты ма? Иә. Жарайды, онда екеуміз оны зерттеп көрейік. Балам, сен жаңа маған сабын жасау әдісі қызық дедің. Ендеше оны бірге жасап көрейік, иә? Сабынның жасалу жолын зерттеп көрейік. Бізге сабын жасау үшін осындай сабындық негіз керек болады. Ана сабын өте жасап көрейік. Жарайды, балам, жасап көрейік. Қолыңа сақ бол. Жарайды ма? Балам, міне осындай сабындық негізді біздер осылай асқарға күштен өткіземіз. Және осыған қазір ары қарата зерттеуімізді, зертханалық жұмысымызды жасайтын боламыз. Балам, осылай ыстық суымызды 4 есе құйып, араластырып тұратын боламыз. Сен араластырып тұр осылай, жарайды ма? Мен ыстық суымызды құя берейін. Жарайсың, балам. Енді бұл сабынымыз әрі қарай қоймалжың болуы үшін біздер оған кәдімгі күнделікті қолданып жүрген тұзымызды қосамыз. Тамаққа қосатын тұзымызды осылай араластырып отырып қосатын боламыз. Оның мөлшері осы сабынымыздың қоймалжың массасы болуына жақсы көмектеседі. Массамыз қоймалжың массаға айналып келе жатыр. Қазір біздер бұны формамызға құйып күтетін боламыз содан кейін. Осылай үлкен біреуін жасап көреміз, балам. Және де осы қалған массамызға кәдімгі асханада қолданатын бояғыштарды қолданып көреміз. Ол үшін осындай асханада қолданатын бояғыштарымыз керек болады. Оны және де біздер бастауға салып, желкені көпіп, түрлі түсті не жасаймыз, балам? Сабын. Енді осы бояғыш қосқан сабынымыздың массасын, яғни осындай силиконды ыдыстарға құямыз. Яғни бізге күнделікті балаларыма арналған тазалық сабынын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай силиконды ыдыс керек болады. Балам, қарашы, осы сабынды сен енді күнде сырттан ойнап келгенде пайдаланатын боласың. Үйде жасалған сабынның пайдасы өте зор. Бұл жерде ешқандай химиялық қоспа қосылмаған және де көпке дейін жетеді. Осының енді біздер кеткенін күтеміз. Ана сабыны қашан дайын болады? Жарайсың, балам. Өте жақсы сұрақ қойдың. Біздің сабындарымыз енді үй температурасында кебуі керек. Анасын бұл сабындарды мен тезірек қолданайын деп тұр. Жарайсың, балам. Сенің шабытыңа, зерттеуге деген үлкен қызығушылығына мен қуанып тұрмын. Бірақ сабындарымыз толық кебу үшін біздер күтуіміз керек, жарайды ма? Міне, біздің уақытымыз келді. Біздің сабындарымыз дайын болды. Енді осыны ыдыстан шығарып көрейік, иә? Сен мені ұстап істеп қойған. Қоя ашамыз. Енді осы сабынымызды алып көрейік, екеуміз бірге алайық. Енді осыны біздер іс жүзінде пайдаланып көрейік, Иә. Қазір біздер осы жылы суға осы өзіміздің ас үйдегі сұлғымызды жуып көрейік, Иә. Осының көпіреді ма, соны қарап көрейік. Балам, қара, міне біздің сабынымыз осылай іс жүзінде көпіреді екен. Кез келген кірді кетіреді дегенді білдіреді. Біз осылай ас үйдегі сұлғымызды жудық, иә? Өзіміздің қолдан жасаған сабынымызды іс жүзінде істедік, балам. Жудық. Пайдаланып көрдік, иә? Біздің сабындарымыз өте жақсы кетіреді екен. Иісін естеп көрейік. Иісі де сондай керемет. Балам, саған біздің бүгінгі зерттеу жұмысымыз ұнады ма? Иә. Иә, біздер не зерттедік? Біздер не жасадық қолдан? Сабын. Сабынның қандай пайдасы бар екен? Қол тап-таза. Қолымыз тап-таза болады, иә? Қолдағы вирустарды кетіреді. жарайсың, балам. Әрқашан қолыңды таза ұста.